Бұл бүгінгі Монголия жері. Улан даланың бел омыртқасы Сарыарқаның қиыр шығысында жатқан сары топырақты үстірттің. Кезінде әрісі жұмыр жердің, берісі тұтас Азияның айбынына айналған түркі қағаны ту тіккен жұмақ жай. Текеметей түрленген шұрайлы сайын далада бір кездер көк түркінің әмірін жалғаушы, тәңір еркесі атанған Шыңғыс ханның ұрпақтары бүгінгі күні өз қалпын сақтап, еркін өмір сүруде. Алайда дәл осы топырақтан уақыт керуенінің дөңгелегімен жарысқан тағы бір тарих біздерге алыстан үн қатып жатқандай. Жоғарыда көк тәңірі, төменде қара жер жаралғанда, екеуінің арасында адам баласы жаралған. Адамзат баласына бийлік етіп, ұлы бабаларым бұмын қаған, істемі қаған тақ отырды. Қаған тағына отырып, ұлы түрік халқын ұйымдастырып, елін ел етіп, төрін үкіметін орнатты. Тізеліні бүктірді, басы барды идірді. Бүкіл әлем түркі тағының алдында басиып тағзым етті. Иә, осындай алыпта айбарлы қағандар болды. Бүйрік қолбасылары да білікті болды. Бектері де адал түзу болды. Халқы да адал болды. Үлкені де, кішісі де бір ғана түрік төрекімет үшін, түрік мүддесі үшін еңбек етті. Мен де түрік халқы үшін түн ұйықтамадым, күндіз отырмадым. Ол заманда өзіндік өмір салты бар, көшпелі халықтың басын бір тудың астына жиып, одан мәңгілік ел жасауға ұмтылған халық ұлы түркі қағанат еді. Құлы құлды болған, күңі күңді болған, тұтас Азия аумағын уысына ұстап, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман орнатылғанда, осы түркі қағанаты болды. Олар өз дәуірінде жарты әлемге билік жүргізді. Жұмыр жер түркі жұртының алдында құрақ ұшып, құлды құрды. Енді осы сүттей ұйыған алып қағанаттың мыңдаған төменін алақанда ұстап, аспан астын дүрліктірген, көкжиекке көз артасап, дұшпанына сес көрсеткен, әлем өркениетін биік деңгейге көтеріп, адамзатты атқа мінгізген, көк түркінің көк семсері атанған біреу бартын. Ол Күлтегін еді. Күлтегін екінші түркі қағанатын құрушы Елтеріс Құтлық қағанның екінші ұлы. 685 жылдан 732 жылдар аралығында өмір сүрген әйгілі қолбасшы. Күлтегін батырлығымен де, алғырлығымен де заманның өшпес тұлғасына айналды. Ол 16 жасынан бастап атқа мініп, шайқасқа шықты. Өз елін, қасиетті жерін қорғау үшін күндіз отырмады, түнде ұйықтамады. Жыл санауымыздың 732 жылы Күлтегін 47 жасында өмірден өтті. Күлтегін өзі 7 жасында әкесінен жетім қалды. Әкесі қайтыс болды, ол 7 жаста қалды. Оның ағасы Біліге қаған, артынан қаған болды ғой Біліге. Бұл кезде 9 жаста еді, оның арасы 2 жасар екен. 2 жас болғандықтан інісі қапаған қағанға тақты берді. Ол басқарып тұр, соның 701 жыл, біздің жылымыз жыл санауымызбен. 701 жыл дегенде Күлтегін 16 жасқа келді, сол кезде алғашқы үлкен шайқасқа қатысады. Сонан бастап 716 жылға дейін Күлтегін 24 рет үлкен соғыс шайқасқа қатысты. Бұл аса батыр, батыл, ақылды, стратег. Еш нәрседен қорықпайды. Осындай мықты адам болды. Оның парымы, парасаты өте үлкен. Осындай азамат болып отыр ғой. Соның қапаған қағап жүргеннен кейін тақталас шығып кетті ғой тағы. Тақталас шығып кеткеннен кейін
сол күлтегіннің күшімен елді қайта жинап, жөнге келтіріп, сосын Білік ағаң айтады, сен қан бол. Сен менде емес, қаталсың, әрі мақтысың, парасатың бар, ел басқарылысы шалаң бар, сен бол дейді. Соның күлтегін айтады ағасы, жоқ аға, мен ел басқармаймын, мен ел басқарсам қиындау болады. Сен менде емес, жұмсақсың ғой. Дүниенің ар жақ, бер жағын білесің. Елді сен басқар, сен қаған бол деп ағасы қаған болдыр. Содан кейін ағасы отаққа отырғаннан кейін соны көкті қайтадан алдырып, кәдімгі қағанаттың 3 тірегі болып, үшеуі ыдыраған қағанатты қайтадан қалпына келтірген. Бұл кісі тек қана батыр емес. Бұл өз заманының ұлы қолбасшысы. Мемлекеттік стратегиялық жоспарларды жасаушылардың бірі. Сыртқы жаулардан қорғау, ішкі жаулардан қорғау ісінде ағасына әрі ақылшы болған, әрі тікелей өзі қару алып, соғысып, соның бәрінде де жеңіске жетіп отырған ұлы қолбасшы. Теңдессіз қолбасшының бақиғаттанғанын естіп, сонау шығыстағы Бөкөлі шөлелінен, оңтүстік сыр бойындағы Абар, арғы Урум Римнен, шығыстағы Табығаш Қытайдан, Киданнан, терістік Сібірдегі Қырғыз, үш құрхан Яхыттен ат бауырына түсіп, еңіреп келіп жоқтаушылар қатары жыл бойы толастамады. Күлтегін қайтыс болғанда оның ағасы Білге қаған, інісінің еліне жасаған ұшан теңіз еңбегінің құрметіне арнайы ескерткіш кешенін жасатты. Кешен қазіргі орталық Монғолияның Архангай аймағында, яғни Орхун өзенінің ортағысының солтүстік жағына орналасқан. Мынау сол ескерткіштің ең алғашқы үлгісі. Бақатастың үстіндегі 4 құрлы батпан үстінға жазылған бабалар сөзі, осы бір ұлағатты өсиетті арқалаған күйі бүгінгі біздерге жеткенше тұп-тура 14 ғасыр күтумен болды. Ал мынау қазіргі қалпы. Үстін бетіндегі мәтіндер көне түркі және Қытай жазуларымен айшықты жазылған. Күлтегіннің қазасына қайғырған ұлы даланың ұлығы, сол кездегі іргедегі қанаттас қағанат Қытайдың таң империясының орда шеберлерін алдырып, биік үстінға осындай мәңгі жазбалар қалдырды. Бұл көк тастар жазылды, шын айту керек, Қытайдар жазды. Бірақ негізі текстіне, түркчесін, түріктер өздері жазып, аңғайлап келгеннен кейін адамдар былай қашаған. Ал енді мына Күлтегін ескерткішінің 3-ші бетінде жаңа Қытайдың таң империясының сол кездегі императоры, патшасы Сюаньцзян деген кісінің қайғырып көңіл айтқан тілегі тұр. Сонда айтады: Күлтегін, сен ұлылардың ұрпағы едің. Сенің ата-бабаң анау Бумын қаған, Мұқан қаған, Таспар қағанда осылар ұлылар еді. Мына ұлы жазықтағы көшпелі халықтардың өмір тіршілігін жақсарту үшін бұлар өзінің өмірін арнаған адам еді. Сен солардың ұрпағысың. Сен осы екі елдің ортасында бейбітшілік орнатуға, халықтарымызды жақындастыруға, бірін-бірін түсінісуге керемет ерекше еңбек сіңірдің. Енді сенің басың орнатылатын осынау ұстын ескерткіш сенің даңқыңды ұрпағының ұрпағы, оның ұрпағының ұрпағына жеткізетіндей болып әрқашанда өзінің нұрын шашып тұрсын деп тұрып, Сюаньцзян қаған патша осылайша өзінің қайырған сөзін қалдырады. Бұл ескерткіштің ерекшелігі адамзат тарихына түрік әлемі деген тарауды кіргізген ескерткіш. Бұл бүкіл тарих ғылымына түрік өркениеті, түрік мәдениеті, түрік жазуы деген ұғымдарды кіргізген ескерткіш. Бізде бүкіл түрік тарихында мына орта ғасырда екі адамға Қытай императорының жарлығымен ескерткіш орнатылған. Бұның біреуі шығыс түрік қағанатының соңғы қағандарының бірі Сымоға арналғанда, екінші шығыс түрік қағанатының батыры осы Күлтегінге арналған. Күлтегіннің ескерткіші жай ескерткіш емес. Бұнда сол кезеңнің бүкіл әлеуметтік тұрмысы, тарихи оқиғалары барлығы тарихи жазылған.
Бітік тас жүз мыңдаған қол бастаған ұлы түрік қағанатының айбынынан сыр шертеді. Мұнда алғашқы түрік қағанатын құрудағы михнатты жылдар мен атойшыл тұлғалардың ерлігі баяндалады. Мыңдаған малы бар, ұлан байтақ жері бар көшпелі империяның гүлденген, өркендеген кезеңі, алыс жақын елдерге ұстанған сарабдал саясаты мен дипломатиялық тұрғысы сөз етеді. Текше тастағы жазу тек жетістік пен жеңістің мақтанышы ғана емес. Сонымен қатар, ел қасіретіне айналған сәссіз қадамдардың да ащы сабағын ескертеді бізге. Ол алғашқы түрік қағанатының талайлы тағдырын баяндай келіп, халықтың бағы мен сорының, болашағы мен болмысының сақталып қалуы, береке бірлікпен ел тізгінін ұстаған тұлғаларға тәуелді екенін тілге тиек етеді. Оны айтады, бір кісі жаңылса, бір кісі отырған қаған, бір кісі жаңылса, бесігінің бесігі оның бесігіне дейін зардап шегеді дейді. Бұларды қайтып айту керек. Қан жаңыратын болса, қан қате істейтін болса, ұрпақтың ұрпағы оның ұрпағының ұрпағына дейін оның зардабы үлкен болады деген ол кісі сонда айтып кетті. Сонда көріңіз, Қытай Таң империясына байланысты өсиетін қараңыз, мынаны қараңыз. Әлсіз қағандар таққа отырды. Берік қолбасыларда білікті, талантты болмады. Бектері қол астындағы халқына, халқы бектеріне адал бола алмады. Ағайын туғанның кетіскендігінен алып бәйтеректің өзегіне құрт түсті. Көк түрік қағанаты құлады. Сөйтіп, бек ұлдарың құл болды, ару қыздарың күң болды. Бұл ең бірінші ел бірлігі. Біздің ұрпаққа қалатын, өнеге алатын ел бірлігі. Ел бірлігі үшін не болу керек? Ел бірлігі болу үшін не болу керек? Ол үшін аға мен іні, ата мен бала, ағайын туыс, мынау бауырмалдықты сақтау. Көрдіңіз ба? Күлтегінің жазуында бар. Аға мен іні араз болғандығынан, туысқандардың бір-біріне жауыққаннан, табғаштың тәтті сөзіне еріп жібіге қызыққаннан сен осындай күйге түстің. Әйтпесе көктен жер баспаса, аспан баспаса, астынан жер жарылмаса, сені ешкім жеңе де алмас еді, мынандай күйге түспес едің дейді. Міне, оларды аруақ сүлдесі жебеді. Көкте түркінің тәңірісі, қасиетті жер анадан түріктің киелі топырағы қолдады. Түріктің ойрандалған ордасын қайта қалап, шағылған шаңарағын қайта қалпына келтіріп, жарал ұрпақтың үзілген үмітін жалғайтын, ұлылардың ұрпағы, талағының биті бар тегеурінді ұлдар атқа қонды. Енді күлтегін құсап ұлтын сүйу керек қой. Күлтегін құсап елін сүйу керек. Күлтегін құсап халқын сүйу керек. Күлтегін өзі 24 рет, 16 жасынан бастап соғысқа кіргенде 24 рет соғысқа кірді ғой. Ол жай соғыс емес. Түрде салған қамшаны ұрып жүрген соғыс емес. Ол жойқын соғыс. Пәленбай мың адам қырылып жатыр. 2000, 3000 адам қырылатын соғыстар. Осындай соғысқа ол жанкештілікпен кірісті. Бүкіл армияны бастап кіріп отырды. Сол сияқты бұндай іс тек ұлтын сүйетін адамның қолдан ғана келеді. Мұны ұлы бірлік деген болған. Мынау жаулап алу дегенде біздің тарихта көмілі көшпелілердікен сол жаулап алу, дәулетке, малына, қазынасын тонап алуға деп ойлайды. Жоқ, бір шаңырақтың астына біріктіреміз бүкіл елді, бір мүддемен өмір сүргіземіз, сонда біздің кейінгі ұрпақтарымыз соғыссыз, талассыз өмір сүреді, мәңгі ел болады деген. Бұл нағыз отаншылық сезім. Бұл Күлтегіндердің айтып отырған сөзі бүгінгі шеген біздің алдымызда құнын жоғалтқан жоқ. Бұл бүгінгі жаңа туған ұрпақты ойландырады. Және сол сөз, сол идея әлі өз қуатында, өз күшінде. Байырғы түріктер адами дүние танымның алтын діңгегі болған тәңірлік дінін өздеріне рухани сүйеніш етті. Мойындарына белдігін салып,
алақандарын кең жайып күнге мінәжат қылды. Бұл әрекет тек діни сенім ғана емес, елімнің ертеңгі күні үшін жаным пида дейтін түп түркінің танымы, елді ұйыстыратын кемел идеологияның көрінісі. Күлтөгін дәуірінде түркі жұрты астарына ат мініп, аяғына саптама етік киіп, қоныштарына қамшы басты. Ат ұстарын сүндеттетті. Торқалы тойда болсын, топырақты өлімде болсын, бассызына басалқы, ағасына базына, інісіне ілтипат білдіріп, асқанына тоқтау, тозғанына жоқтау айтты. Малын сойып келген кеткенге кәде таратты. Маңдайын кере қарыс тіліп, қойдың басын құдайы қонаратты. Міне, бұлар қазақ халқының ежелден ақ көк түркінің тікелей ұрпағы және оның заңды мұрагері екендігінің бірден бір айғағы. Мұндай салсана бүгінгі күні қазақтан басқа түркі тектес елдердің ешқайсысынан кездеспейді. Шын мәнінде осы түрк тектес халықтардың ішіндегі тікелей мұрагеріміз деп айтуға болады. Өйткені бүкіл салт дәстүрі құрбандық шалатыны да, үлкенді сыйлайтыны да, құда түсуі де, жеті атаны құрметтеуі де, құрбандық шалғанда көк тәңірі жер ана аруақтарға беруді, аруақты сыйлауы да, ең арқысы кешегі Күлтөгіннің қабірінен табылған 12 мүшені түгелдеуі де, бәрі ішінде ең үстіне бас қойылған. Біз түркі тектес халықтардың ішінде күні бүгінге дейін басты құрметтеу, басты үлкенге сыйлау, ел ағасына сыйлау бізде сақталып келеді. Бүкіл салт дәстүрі бізде сақталған. Бірінші тарихи сабақтастырып жатыр, екінші тілдік сабақтастырып жатыр, үшінші дәстүрлі сабақтастырып жатыр. Ұқтыңыз ба? Дәстүрлі сабақтас үзілген жоқ. Бірақ дүниетаным, дүниені қабылдау дейтін бар ғой. Қабылдау. Осы жағынан біраз дүние өзгерді. Дүние қабылдау жағынан біраз нәрсе өзгерді. Ал басқа осы жаңағы тарихи жағынан, тілдік жағынан, мәдениеті деген сияқты, сонымен жаңағы салт дәстүр жағынан бұл сабақтас бірінен кейін бір кетіп жатыр. Міне бізге бүгінгі ұрпаққа нағылуы біріншіден ең бірінші өзіңді өзің тануға шақырады. Екіншіден өзіңді өзің сыйлауға шақырады. Үшіншіден ел болам десең іргеңді бекіту керек екендігін. Жұрттың мынау күндік тірліктің, күндік байлықтың қызығына түспеу, алданып қалып, ертең ұрпағының қор болмауын баса ескертеді. Ең бастысы біздің түрік халқының мынау Европа центризмнің үйретіп келгеніндей жабайы халық, адамзаттың қолымен жасауға мәдениеттік үйретуші халық емес, сол адамзат өркениетінің жасаушылардың бір екенін және өзіндік далалық өркениеті болғандығын, өзіндік мәдениеті болғандығын, өзіндік жазу өнері, сызу өнері, өзіндік бейнелеу өнері болғандығын көрсетеді. Біз қазір жеке ел болдық. Қазақ елі. Қазақ елін деген қазақ халқы деген халықтың тарихы қазіргі мына орыстың ғалымдар айтып жүргеніндей Октябрь революциясы бастаған жоқ қой. Бұлар айтты, Октябрь революциясынан кейін біз қазақты қазақ болдырдық, қазақты ел болдырдық дейді. Кешіріңіз. Қазақ халқының тарихы анау сақтан басталады. Сақтардан бұрынғы дәуірден басталады. Соның ішінде біздің қазақ халқының негізі тікелей ата бабасы осы көк түріктер. Күлтөгін өз туған халқы түркі жұртын бодандық пен құлдықтың құрсауынан құтқару жолында күшін, ісін, ақыл парасатын аямады. Батыс пен шығысқа, түстік пен терістікке сан мәрте жорықтар жасады. Соғысып жеңістерге жетіп оларды қол астына алды. Тұман түрілді, түмен түркі бірікті.